Пештің желкесінде тұрған құманды құлағынан ұстады да кебісін сүйретіп тысқа шықты. Дала мақпал түннің құшағында маулығады. Жұлдыздар қара отқа жусаған қойдай қара аспанда жайылып жатыр. Ай жарықтық аяңдап барады. Қой төгендеп жүрген қойшы секілді құдды. Қора жақта сиыр ыңыранып жылқы пысқырынды. Иттер құбыла беттен қасқыр көргендей шабалана үреді. Сол тұстан әлдене қарағандай болды. Селк ете қалды. Бірақ анықтап қарамады. Ай иттер, иттен бетерсіңдер ғой деп зілсіз күрсінді де үй айналып кетті. Асықпай дәрет алды. Тырып басып, қораға беттеп келеді. Қораның қарсы алдында ағараңдап бір белгі тұр. Электр бағананың бетоннан құйылған іргетасы. Кісі бойынан сәл асатын бағанды көлік қаққан. Әлде мал сүйкенген, не болса да құлшылық қылған пендедей құбылаға қарай сәл-пәл қисайып қалыпты. Басындағы сымын металл жинаушылар 90-шы жылдың тоқырауында сыпырып кеткен. Бүренесі біреудің ошағында отқа жағылды, немесе белағаш болып қорасына қағылды. Ендігі қалған түбіртек ат байлап, бұзау арқандауға жарап тұр. Мал біткен, бойын қасып, арқайы келеп қызығын көреді. Иттер де қалыспайды. Ары өткен, бері өткенде аяғын тіреп сарып кетеді. Бақырауық баланың бетіндей үнемі сарала, торала болып, саталданып тұратын бағанаға бұл да үйірсек, таң атпастан үйдегілердің мазасын қашырмайын дей ме екен, әлде қараңғы түнде ағараңдаған сұлбаны ес көреме, әйтеуір ерем параннан тап осында ентелеп жететін. Имамға үйіп жамағат болар жан баласы болмаса да азан шақыратын. Бүгінде сол әдетімен жақындай бергенде әлденеге шалынып кеткені. Құдай сақтап жығылмады, тапырақтап барып түрегелді. Ой, әкеңнің деген балағат сөз тастақтың үстінде допша домалаған құман үнімен қатар шықты. Балағат сөйледің, дәретің бұзылды деді, көңіл түкпірінен күдікті ой күбірлеп. Толық айтқан жоқ, әкеңнің деді ғой, деп екінші ой қарсы шапты. Аузы бұлғанбаса да ниеті бұзылды деп, анау да бет бақтырмайды. Қайсы ойына жығыларын білмей аз кем дағдарып қалды. Көңіліңде титтей күмән болса, нендей іс болсын қайыра орындаған қайырлы дейтін ұстазы Самархан марқұм. Үйелеген қойдай аузынан суы ақтарылып, теңкиіп жатқан құманын алып құдық басына тартты. Қайыра дәрет алып, баған жаққа келгенде, бағана аяққа оралғы болған затты көрген. Қамыт екен. Кешегі егіс алқабын бір арбаның радуанын толтырып, топан аралас сабан әкелген. Ақшамның уақыты өтіп барады. Содан қайырылмапты. Қамыты мұнда, доғасы анда, ершігі мен желдегі екі жақта салақ қатының дүниесінде әр жерде шашылып жатыр. Күйбеңдеп жиыстырды да арбаның тәртесіне құйрық басып отырды. Қыркүйектің салқын ауасы шекпен мен жейденің арасынан саңлау тауып, қуат қашқан картең денені аяздай қариды. Иттер әлі үріп жатыр. Иесін арқа тұтып, сес көретіндей. Дауыстарында айбар бар. Ит құрлы болмадым-ау, мәу демедім. Менен гөрі бұлар жақсы. Балақтан алып балтырын қанатпаса да, қырдан даусын асырып, қыр көрсетіп қояды деді күбірлеп. Жан қалтасынан орамал суырып, беті қолын сүртті. Шоқша сақалын саумалап тарап еді. Бір-екеуі жылынып саусағына іліге кеткені. Ай жарығы мен ақ қылшық анық көрініп тұр. Таудан ұрған таңғы самалдың ырғағымен иіліп жазылып діріл қағады. Сақалын тағы саумалады. Бүкіл ауыл ақ кигізіп, ақсарбас айтып имамдыққа тағайындағаны кеше ғана еді. Зырылдап зырқырап 40 жыл өтіпті. Ол кезде орда базар 30-дың жайлауына жаңадан қоныс тіккен. Бала молда деген ат сол кезде қалған жұрнақ. Жүзіне салмақ дарды үшін иегіне түбітті де қатарластарынан ертелек қондырды. Содан бері де бетін жалаңаштап көрмепті. Содан бері де сақал саумалау әдетке еніпті. Бастапқыда сақал мұрты қарғаның қанатындай қап-қара еді. Бірте-бірте бурыл тартып, бүгінде бор жаққандай аппақ. Бұл сақалмен қайда бармады, не көрмеді, не істемеді. Туғаннан азан шақырып ат қойды. Өлгеннің иман суын ұрттатып, жаназасын шығарды. Талай мақтының төрінің басында осы сақалын желбіреп, желпініп отырды. Талай марқұмның көрінің қасында сай сүйекті сырқыратып Құран оқыды. Арғы бетте алған ілім құдайсыз қоғамнан құтылған жұрттың жыртығына жамау боп, ол қысының орнын толтырғаны өз алдына, қарахан басына абырой, қара сирақ ұл қызына ырзық болған. Шекарадан өткелі естіп келген Қытай деген қыжыртпадан құтылды.
бірді-екілі ішіп алып, лепірген тентектерді молданы тілдедің деп, ауыл естиярларының өзі-ақ тізгіндеп, езуін тілді. Етектегі тасы өрге домалап, есіктегі басы төрге озған, дақпырты ауылдан асып, ауданға жетті. Одан арыға кетті. Ол дақпырты тараған, осында қазған таяғайын, шәуешекте оқиған әспеттеп, бұхар барған, көкіл таш көрген, Меккеде болғаны мен бірдей бағаланған, әрі соған өздері иланып, өзгені де иландырған. Бұл да тойдан батасын, астан дұғасын аяған емес. Сонысымен ақ кең қолтық елге сүйкімі өтіп, жақсаты жайылды. Сақалын саудаламаған мен, Құдайдың сөзін саудаламайтын молда деп жұрт сыртынан мақтайтын. Тістен тартып, шұқып шымшып, тиіскіш келетін, даукестердің талауына бермей әркез жақтайтын. Ондайды естіп көрген сайын еңсесі өсуші еді, бірақ сыртқа сыр алдырмайтын, атқа жеңілтек танытқан жоқ. Нығыздығынан үстіне нығызданып, жастығына қарамай сабырына сабыр, салмағына салмақ қосты. Бергенін алатын, бермегені қалатын. Өлім жітім жиын тойдан құр қайтқан кезі сирек. Ағайын айтпаса да жетектеп жіберетін үнемі. Мұныңа да шүкір, бергеніңе тәубе деп езу тартты. Байқаса сақалын өзі саумалап отыр екен. Әлгі қос қылшықтың қасына тағы бір екеуі қосылыпты. Екінші қолымен бәрін бір жерге жинады да ширатып кеп жіберді. Жерге түсіп үлгермеді. Қылшықтарды жел қағып әкетті. Барыңдар, менден безінбеген, енді сендер қалып едіңдер, деді түсін қайда суытып. Қылшықтар қалықтап барып қараңғылыққа сіңіп кетті. Сыртқы есік сықыр етіп ашылған. Ағараңдап біреу шықты. Қызы екен. Ішкөйлегінің етегін жел қағып желп-желп етеді. Таңғы суықтан жаураған секілді бүрісіп алыпты. Атау, әу әке, апам қайда? Қазір келеді әке. Біреумен сөйлесіп жатқандай болдыңыз ғой. Жоқ, өзім ғой өзім. Намаздың уақыты болды, сағатыңыз шырылдады. Жақсы, қазір барайын, қазір әке. Ескі арбаның сүйегін сықырлатып, қалбалақтай түрегелді. Өзінің де буын-буыны ән салып кеткен. Әлгінде даусым қаттырақ шығып, сөздерін де естіп қоймады ма екен мына қыз деп, өзіне өзі қысылды. Азан шақыруға бет алғанда, белдесер балуандай сипалана қалатын әдеті еді. Үсті басын қағынып, білегін жүре тұрып, талтайып тұра қалып азан айтқанда, ауыл шалдары аузын ашып көзін жұмып, құлағын түретін. Пашіркін, Молдекеңнің мақамын-ай дейтін. Бірі бата жасап, бет сипаған соң күбірлеп, қирағатын айтсаңшы, қирағатын, құйғаңды шымырлатады тегі деп, оны екіншісі қоштайтын. Мен білсем, мұндай дауыс біздің аудан тұрмақ Қазақстанда жоқ дейді. Үшінші сенімді түрде. Әрі алдыңғы екеудей күбірлеп сыбырламайық, елге естірте сөйлейтін. Аналардан асырып айттым ба, ендігі кезек сендерде дегендей жан-жағына қораздана қараушы еді. Артынша тамсанған, таңғалғандар қозыша жамырап қошемет айтуға кіріседі. Бірінің қолтығынан бірі демеп, орындарынан көтеріліп намазға тұрушы еді. Бірі кеңсе сағалаған белсенді, екіншісі қара жұмысқа піскен шаруа, тағы бірі трактор айдаған, комбайн мінген. Әйтеуір колхозға қызмет етіп, жас кезінде Құдаймен ісі болмаған адамдардың бәрі тек зейнетке шығып, бұл дүниенің шаруасымен шеттегелі о дүниені ойлай бастаған. Әліппеден әріп үйренген баладай әптиек ақтарылып, тіл сындырып, аяқ жаттаған, екке сақал қойып, басына тақия киіп, бір күнде құдайшыл боп шыға келген. Жай кезде ата болып, руға жіктеліп бөлінуге даяр, бәйге үшін қырқыса кететін, батаға берілген шибарқыт шекпенге таласатын қыңыр шалдар, мешітке кіргенде медресе мектептің оқушысындай мүләйімсіп қалатын, тізе түйістіріп, намаз оқып, бір имамға үйіп, бір дұғаға қол жаятын. Құдайға құлшылықты, молдаға құрмет, мешітке ізет деп білетін жамағаттың осы тұрысын бұл да ұнатушы еді. Сап түзеген кәртең мүриттеріне сүйсіне қарайтын. Артында қалың сарбаздары бар сардардай өзі де көтеріліп қалушы еді. Бұл жолы да қаумалай қошаметті, қауымы отырғандай жан-жағына қоқиланып бір қарады да құбылаға бет түзеді. Бағанадан бері назар салғысы келмей, қашқақтап тұрған тұсқа еріксіз көз қадаған, өңкүйген көліктері шөккен нардай болып жатушы еді. Көшіп кеткен бе көрінбейді. Жылтыраған шамдары да жоқ. Жер жұтқан бәзән тәлақтарды деді іштей. Көзін уқалап жіберіп қайта қарады. Тесіле үңгілді. Ары-бері шолды. Бәрібір ештеңе шалынбады. Бұлардың кеткені жөнделік-ау, ал анау қайда деп ойлап үлгермей, шатып жүрегі атқақтап кетті. Көз
Шынысы бұлдырап, көмейіне запыран келгендей алқымы ашып сала берді. Алқынып барады. Енді кідірсе тұншығардай болған соң бар даусымен барғырай айғай салды. Азанды залана, ызбарлана шырқады. Одан құлап, совхоз тараған, тоқырау жылдар тұғын. Ел сауда жасап, жол жағалап кеткенде тауға қарай тартқан, Қарақойынның аузына қара суды бөгеп, қара тасты қажап, диірмен салды. Бас жағына бал арасына апарып, балшелек ұстады. Суыр диірмені айналған сайын әппақ ұн емес, қып-қызыл ақшаны төкті де отырды. Сары балдың да саптаяғы марқа қозыға бағаланды. Қарақойынның іші аз уақытта мыңғырған мал мен ызыңдаған араға толды. Бал мен малға үлкен ұл бас көз, ал диірмен басына ақыл есі кемістеу туысқан інісін отырғызған. 4-5 атадан қосылатын жамағайын тын, лағып сөйлеп ләйліп жүргенмен жан баласына қиянаты жоқ, шаруаға да бір кісідей мығым. Бірақ әріп түгіл ақша танымас дүмбілез. Кейбір қулар теңгенің орнына тиын ұстатып алдап соққан әуелгіде. Базар жағалап жүрген жетім қызда келіп, қасына қосқан соң барып есебі түгелденді. Көп ұзамай екеуінің некесін қиды. Ері диірмен тартады, әйел есеп қисап жүргізеді. Іс оңғарылғандай көрінген, алайда келіп кетіп жүріп, келеңсіз жайдан қарған. 2 жас ерлі-зайыпты болып бір шәугім шайды бөліп ішкенмен жатар төсегі бөлек, қарым қатынасы салқын. Жас келіннің жүзі сынық, әуелгіде жайраңдап жүретін. Қазан ошақты бәйбішедей билеп төстеп, үй шаруасына кеуделеп ақ кірген. Соған қарап, 2 жарты 1 бүтін болды ау деп, сырттай көз қуантып, көңіл семіртіп еді. Ендігі көптің мәнсін ұқпай, бірер апта sıраулады. Қара жұмысты апырып-жапырып жіберетін інісі қараңғы түссе қайрат көрсете алмай жүргенін көп замай сезіп білді. Еркектігін қайда деп 2-3 рет қайрап жіберген, бірақ ештеңе тындырмапты. Қалай болды деген сұрағына жауап берместен, сұрақ белгісінше екі бүктеліп сүмірейген. Қазымырланып қайта жанымаққа ниеттенгенде бала құса бір жалақтадын жық неме. Күндердің күні келін кетемінге басты. Азыңы көбейіп бара жатқан соң диірменшіні сақпанға көмектесіп қайт деп балшелектегі баласының үйіне жұмсап жіберген. Диірменді сол күні өзі тартты. Ақ есегін қытыңдатып диірменге жиі баратын. Ол барған күні диірменші үшін балшелекте жұмыс дайын тұратын. Келінде кетемін дегенін қойған. Бірін-бірі қуалай ай мен күн төбеден ауып жатты. Қарақойынның суы дарғағына жаңылмай ағып жатты. Бірақ бір күнде бәрі бұзылды. Ақ есектің мешіттен көрі